Беларустық Бате араға 3 жыл салып Қазақстан жеріне қайтадан ат басын бұрмақ. Естеріңізде болса, 2013 жылы Чемпиондар лигасының алғашқы раундында қарағандылық Шахтер оларды сан соқтырып кеткен болатын. Алғашқы сырт алаңдағы ойында Сергей Хижинченко есеп ашса, қарымта кездесуде Игорь Зинковичтің жалғыз голы ойын тағдырын шешіп кеткен еді. Бате өз елінің 12 дүркін чемпионы. Бұл олар үшін әзірше рекордтық көрсеткіш. Одан бөлек Беларусь кубогын 3 мәрте иеленіп, суперкубокта 6 рет бастарынан асыра көтерген. Сондай-ақ Чемпиондар лигасының тұрақты қатысушыларының бірі. Осыған дейін 5 мәрте топтық кезеңге жолдама алып, еуропалық деңгейдегі ойын өнерін көрсетіп жүр. 2010, 2011 және 2012-2013 жылдары Еуропа лигасының 1-16 финалына жолдама алған. УЕФАның клубтар рейтингінде 63-ші орында тұрғандығында айта кеткен жөн. Бұл клубтың кәрі құрлықтағы беделін көрсетеді. Ал ұжымның үйдегі матчтарын қайда өткізеді деген сауалға келер болсақ, мынадай әдемі стадионды назарларыңызға ұсынамыз. 2010 жылы Борисов аренаның құрылыс жұмыстары басталып, 2014 жылдың 3 мамырында пайдалануға берілді. Қолдағы бар ақпарат бойынша нысанға 58 миллион ақш доллары жұмсалған екен. Алаңның төсеніші табиғи. Бате сапындағы ең танымал ойыншы Александр Глеб, 35 жастағы ардагер ойыншы каталондық Барселона, германиялық Штутгарт, Вольсбург, лондондық Арсенал, Бирмингем Сити секілді клубтарда доп тепкендігімен танымал. Жартылай қорғаушы Беларусь құрамасында үздіктерінің бірі. Сондай-ақ 26 жастағы қарағандылық Шахтердің түлегі Михаил Гордейчукті де ерекше атап өткен жөн. Себебі Батенің басты қозғаушы күші дәл осы ойыншы. Қарағандыда кеткен есені олар қайтаруға тырысатындығы анық, бірақ Астана оларға мүмкіндік бере қоймас деген ойдамыз. Алғашқы кездесу 18 тамыз күні Астана аренада жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де басталмақ. Ал қарымта кездесу 25-інде Борисовта өтеді.